Бір күні үш жігіт Америкадағы Нью-Йорк қаласына барады. Бүкіл қаланың үстін көру үшін ең ұзын қабатты қонақ үйінен ең жоғарғы қабатынан бөлме жалдайды. Өкінішке орай, қонақ үйінде лифт тек қана кешкі сағат 8-ге дейін істейді екен. Ол үшеуі бүкіл қаланы аралап жүріп қыдырып, кешкі сағат 9-да кешігіп келеді. Ол кезде лифт істемейтінін көріп баспалдақпен баруға тура келеді. Сосын үшеуі іш пыспасын деп ақылдасады. Жоғарғы қабатқа дейін қызықты әңгіме және қайғылы әңгіме айтып барайық деп үшеуі жоғарыға баспалдақпен мініп кетеді. Біріншісі көп қызықты әңгімелер айтып барады. Екіншісі қайғылы әңгіме айтады. Сөйтіп өз бөлмелеріне жетіп, есіктің алдына келген кезде, үшіншісі тұрып, мен сендерге қайғылы әңгіме айтайын ба деп жылап тұр дейді. Екеуі айт десе, бөлменің кілті бірінші қабатта қалып қойды деп жылады дейді.